Karama Mektebi'nin dayırlıq sınıfının оқушысы Мұхтар қызы Үнжумен. Men aynalamızдағы таңғажайып пішіндердің тақырыбындағы зерттеу жұмысын жүргіздім. Сіз білесіз бе? Иә, Үнжу, айта ғой балам. Зерттеу жұмыстарын қалай болып жатыр? Біз пішіндерді табиғатта да күнделікті өмірде де кездестіреміз. Мысалы, күн дөңгелек, сопақ жапырақтар, үшбұрыш тау, үшбұрыш шыршаны көреміз. Иә, қызым, тағы қандай зерттеу жұмыстарын жүргіздіңдер? Табиғатта ең кең таралған пішіндердің бірі ол шеңбер. Өйткені ол үйлесімді болып келеді. Астанамызда әдемі ғимараттар өте көп. Бәйтерегіміз үлкен шардан жасалған, бейбітшілік келісім сарайы үш бұрыштан салынған. Сен бүгін ұстазымен кітапханаға барып едің ғой. Не байқадың? Ертеректе ата-бабаларымыз ер-тоқымның жиегіне өрнектер салған, ал әжелеріміз құрақ құраған. Мені ойландырған пішіндердің басқа түрлері де болды. Ол қандай пішіндер екен? Ұстазым мені кітапханаға апарып, пішіндерді таныстырды. Бұларды қайдан көрдім деп ойландым. Олар аралардың ұясына ұқсайды екен. Олар 5 бұрыш, 6 бұрыш, көп бұрыш болды. Аралардың ұясымен танысқан екенсің. Екеуміз бір қызықты ойыншық жасап көрсек қайтеді, қызым? Анашым, қандай керемет, бірақ оны неден жасаймыз? Жасайтын? Не, мыналардан жасаймыз, қызым. Сен бірінші мыналарды атап берші маған. Мақталы таяқша, ұяшық, су, таяқша, аяқшалар. Одан кейін мынау қандай? Әртүрлі бояулар мен қаламдар, ыстық кілей, қол сүртетін ылғалды, сүлгі, және де қайшылар. Қызым, қауіпсіздік ережелерін сақтап, бірінші бас киімімізді, шалғыштарымызды киіп алайық деген ғой. Анашым, мен де қауіпсіздік ережелерін білемін. Айта ғой. Қайшыны абайлап ұстау керек, бір жеріңді жарақаттап аласың. Клейді жалауға болмайды. Құлғаламдарды, буаштарды мұрынға, құлаққа, ауызға салуға болмайды. Анашым, мұнау қатты екен, қиып бересіз бе? Қиып берейін. Міне, осылай әйбеттеп қиып аламыз, міне. Дайын болды. Сен сарымен солай айландырып бояй бер, мен сыртын қарамен бояп жағайын, айландырып. Анашым, енді бұдан не істейміз? Бұны енді арғарай ыстық клеймен бір-біріне былай жапсырамыз. Анашым, маған ыстық клейді ұстауға бола ма? Жоқ, балам. Ыстық клейді үлкен адамдар істетіп бермесе, балалар ұстауға болмайды. Анашым, қандай әдемі ойыншық. Таяқшалардан үшбұрыш шықты, аралардан сопақша шықты. Рахмет, анашым. Міне, қолда бар заттардан, қызым, ешқандай зиянсыз ойыншық жасап шықтық, иә? Қандай әйбет болды. Саған ұнады ма, қызым? Маған өте қатты ұнады. Анашым, білесіз бе, мен бір қызықты мәліметке тап болды. Өмірде балалардың сүйіп жейтін пиццаның пішіні ол шеңбер. Өйткені қорабы дөңгелекке қарағанда ол арзан. Ал екіншісі пиццаны көтергенде жеңіл болуы. Үшіншісі пиццаны ашқанда үлкен болып көрінуі. Көп зерттеу жұмысын жүргізіпсіңдер, қызым. Рахмет. Сонымен қорытындылай келе, пішіндер әр адамның өміріне керек екен.